Все, 5 минут почти өтті. Қалғандары ортасынан қосылса да. Смотрите, қазір мен барлық жаңағы дайындап болған презентацияның барлығын айтамын да, тақырыпты, түп сана туралы, шектеуші тұжырымдар туралы, убеждение, установка, барлығын жайлап отырып айтып беремін. Бірақ қазір айтып кететін жайт, сыйлықтар тікелей эфирдің соңында ойнатылады. Кім соңына дейін отырады осы жерде, сол адамдардың арасында тегін жабық парақшаға доступ беремін и тегін бір айлық разборымды ойнатам. Сондықтан белсенді болыңыздар, сосын тікелей эфирдің соңына дейін отырыңыздар, кім сыйлық қалайды соны. Сосын одан да бөлек басқа да бонус подаркілер бар, соның барлығымен бөлісемін. Сәлеметсіздер ме? Все. Жарайды, 5 минут өтті. Тағы да мына жерде сіздерді қазір не күтіп тұр? Қараңыздар, бірінші мен өзімді жайлап таныстырып өтемін, себебі араларыңызда мен білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Содан кейін мен нақты айтқым келген тақырыпты қозғаймын, соны талдаймыз, соны түсіндірем, сондай информация беремін. Содан кейін сол тақырыпқа байланысты соны тыңдап отырған кездегі өзіңіздің қойғыларыңыз келетін сұрақтарыңызды қойыңызға болады, сұрақ жауапқа уақыт бөлемін. Содан кейін өзімнің дайындық болған подаркілеріммен бонус подарка сыйлықтарымды соларды ұсынамын. Даусым жай шығып тұр ма? Даусым естіліп тұр ма? Вроде микрофон қасымда. Даусым барлығына қалай естіліп тұр ма? Бүйтіп ұстап отырайын да? Хорошо. Менің атым Құндыз Тілеубаева. 2017 жылдан бастап осы түп сана, психология, сана деген тақырыптарды меңгере бастадым. 2017 жылдан бастап сол кездердегі өткен курстарымда бар, тренингтерде бар, оқыған оқуларымда бар. Соның барлығын тізіп айтып беремін. Оның барлығын өткеннен кейін 2019 жылы мен адамдармен жеке жұмыс жасай бастадым. Жеке проработкалерді жасай бастадым. Консультация өткіздім. 300-дей адамға көмектестім. Разборларды, талдауларды 300-ден астам адамға жасап өткіздім. Әлде де жалғастырып жатырмын. Өзім практикпін, экспертпін. И қазір психология, специальность психолога деген диплом алуға оқып жатырмын, қазір студентпін. Сол жерде оқып жатырмын Москваға, сол среда обучения деген институтқа түсіп, практикасын алып өтіп жатырмын. Бұған дейін мен 2012 жылдан бастап 2021 жылға дейін бортсерік болып жұмыс жасағанмын. Бірақ соның арасында мен осы психология бағытына өзімнің көңілімді аудардым. Қазіргі күні сіздерге пайдалы болсын деп, қызықты болсын деп, өзімнің осы жолдағы оқуыма 3 миллионнан астам ақшамды кетіргенді және қандай жерлерден оқып шыққанымды тізіп айтып бергім келіп тұр. Сізде толық мағлұмат мен туралы болсын деп, соның ішінде негізі ұсақ тренингтер, марафондар, оның барлығы көп қой. Кітаптарым бар, оның барлығын тоже тізіп отырмай-ақ қойын. Самый главный деген жерлерін айтқым келген. Сондықтан бірінші мен в основном вообще түп сана деген тақырыпты көбіне мен Россиядан оқыдым да, Ресей елінен, сол жақтағы эксперттерден,
сол жақтағы специалистерден оқығанмын, білімді сол жақтан алдым. 2017 жылдары Қазақстанда түпсана деген теманы, түпсана деген тақырыпта ешкім сөйлемеген, психология особо ондай қатты дамыған жоқ. Қазір осы соңғы 1-2 жылдың ішінде көбіне бізде енді сояқтан оқып келіп айтып жатыр ма, оны білмеймін, бірақ айта басталды, психология туралы айтыла басталды. Бірақ 2017-де мен барлық менің өзімді оқытқан ұстаздарым, наставник, супервизия, өзімді терапия алған психологтарым барлығы Ресейден болды. Сояққа мен өзім барып та, ұшып та, офлайнда сөйтіп оқығанмын. Соның атап кететіні Синельников Валерий, араларыңда білетін болсаңыздар, плюс қойып отырыңыздар. Синельников Валерий деген кісі, оның курстары өте көп. Сол кісіден мен түпсанамен дене арқылы байланысты үйрендім. Дене арқылы түпсананың жауабын алуды үйрендім, түпсанамен байланысқа шығуды үйрендім. Сол Валерий Синельников деген кісіден офлайн түрде үйренгем. Ол кісі Алматыға келген кезде мен соның кездесулеріне 1-2 рет бардым. Сол кісі өзі отырып үйреткен. Келесі атап айтатын тоже Налани Баскатти деген әйел бар, тоже қараңыздар. Кому интересно, Хопонопоно деген методика бар. Ол да түпсанамен жұмыс жасайтын методика. Бізде методикалар өте көп, білесіздер да, техникада, практикада өте көп. Соның ішінде Хопонопоно деген техника бар, методика. Ол да сол түпсананы ішкі әлеммен сөйлестіру, медитация, қалай жасау керек, тыныс алу, ішкі диалогты қандай сөздермен бастау керек, қалай аяқтау керек деген білімдер сол жерде, сол кісіден үйрендім, Налани Баскатти деген. Келесі оқыған өзімнің менторым, коуч деп айтайын, Анна Курицына деген психолог, коуч, ментор. Ол кісіден мен 6 ай бойы үйрендім, тоже Питерге барып үйрендім. Сояқта мен ол кісінің «Жизнь через образы» деген и «Искусство жить легко» деген тақырып курстарын өткенмін. «Жизнь через образы» деген сол, опять-таки, ол кісіде мені түпсаналы бөлігіміздегі бейне арқылы солардың түпсанадан келген барлық жауаптарды қайтып оқу керек, қайтып түсіну керек, белгілерді қайтып табу керек, қандай жағдайды қалай талдау керек, қандай жағдай нені айтып тұр, не себепті сізде денсаулығыңызда мұндай болып жатыр, күйеуіңіз мұндай былай істеді, айналаңыздағы адамдар былай істеп жатыр, не себепті қазір деген, өмір менің айнам деген тақырыпта да көп деген білімдерді берді. Сөйтіп мен Питерде оқыдған, еще тағы Неганова, Светлана Негановадан да оқыдым, сол Питерде тоже ол кісі, ол психолог, ол кісіден мен 1 жылдық терапия алдым. 1 жыл бойы сол психологтан терапияны алып, любовь к себе просто так, любовь к себе деген тақырып, өз-өзін жақсы көру, өзіңді қабылдауда, қолдау. Сол тақырыпта терапия өттім, жеке. Сосын ол тақырыпта меңгердім деп айталам. И кейін радиология дегенді де ол кісі үйретті, иерархия бойынша. Бәріміз білеміз, шет жағасын естіген шығарсыздар. Орын-орнына қою, ата-анамен қарым-қатынас, тума-туыспен қарым-қатынас, партнерский отношенияда қарым-қатынас, барлығын сол радиологияда үйретті. Содан кейін мен сепарация дегенде тақырыптарды меңгердім. Ол жаңағы ересек позициядағы өмірді сүруді. Бізде білеміз, спасатель бар, жертва бар, баланың рөлі бар да, сол рөлдердің барлығын ретімен дұрыстап қойып өмір сүру, взрослый позицияға өту деген сияқты да. Кейін осылармен қатар параллельно мен MasterKit деген методиканы да алдым. Ол да көп деген методиканың бірі болып саналады MasterKit. Кезінде мен 2017-те алған кезде ол где-то 250 000 теңге тұратын. Дәл қазіргі кезде, бүгінгі күні
барлық деңгейі сол MasterKittегі 1 мен 7 деңгей, и сол примерно 800 000 теңге тұрады қазір, иә. Сол жерде мен сол компанияда тоже үйреніп, ол методика тек қана түп саналы шектеуші тұжырымдармен жұмыс жасайды. Сол жерде MasterMind деген программа болды. Ол дегеніміз не, 90 күн бойы менімен жеке трекер деп атайды ол кісілерді, жеке профессионал специалист жұмыс жасады. Яғни менімен бірге күнде звондап, күнде хабарласып, күнде 90 күн бойы жетектеп үйретіп өтті. Түпсанадағы блокты қалай алып шығу керек. Сол практиканы мен 90 күн бойы сол кісілермен істедім. MasterMind деген. Соны мен өтіп, сосын жаңағы MasterKittің методикасын ойлап тапқан авторы Даша Трутнева, соның алдында экзамен тапсырдым, и осы алдарыңызда тұрған сертификатты алдым. Бұл сертификатта сол жаңағы мен адамның түпсаналық бөлігіндегі шектеуші, программа, тұжырым, убеждение, установка деген блоктардың барлығын алып шығарып көрсетіп беру эксперті, яғни диагност деп атайды. Сондықтан мен басында айтып кеткенде, мен практиканы 2019-да бастадым, и мен қазір психолог практикпін. Среда обучения деген Москвадағы оқуатқан оқуымда бірінші семестр әлі бітпеді, 2023 жылы бұйыртса майда бітеді, бірақ біз уже практикаларды өтіп жатырмыз, и мен уже психологияны кәдімгідей терминдермен и осы барлық білетін білімімді именно разборларда жеке адаммен жұмыс жасағанда барлығын бірдей қолданып тез результатқа жеткізіп жатырмын. Аллаға шүкір, нормально, и ол результат туралы кішкене кейін айтам да, қазір емес. Жалпы мен туралы мағлұмат осындай, и мен қазір бұдан бетер тоқтамаймын, себебі бұл маған тақырып қатты ұнайды. Мен осы психологияны арғарата қуғым келіп тұр, арғарата дамып, арғарата осы салада күрделі специалист болғым келеді. Сондықтан оқудың үстіндемін, и өзім дәл қазір сіздерге все равно оқудың үстінде болсам да беретін пайдам бар. Кеттік арғарата. Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар да. Келесі. Онда міне түпсана деген не? Уже тақырыпты бастай берейік. Мен туралы уже все понятно, если что, запистен қарап аларсыздар да. Басқа да ұсақ түйек тренингтер туралы, оны деген мұжып айтпай қойын, осының өзі жетер. Смотрите, түпсана деген не? Подсознание, да? Жаңағыда айтқандай, осы 1-2 жылдықта ғана біздің қазақ елінде, өзіміздің елімізде осы тақырып кәдімгідей ашылып, жақсы талқыланып жатыр, бірақ оған дейін бұл тақырыпты өзіміз, өздігімізден, бір кітаптардан кезінде оққан шығармыз да, көбіміз білеміз подсознанияны, уж килограммдап кітаптың бәрін оқып тастадық. Енді примерно білеміз да, мен не айта аламын бұған қосымша? Адам 2 бөліктен тұрады да, саналы түрдегі бөлігі бар, саналы бөлігі бар да, и түпсаналы бөлігі бар, түпсаналы бөлік, ол саналы біздің өмірімізді басқарады. Неге? Себебі түпсаналы бөлігімізде бүкіл бізге қатысты, біздің өмірімізге қатысты барлық информация сол жерде. Информация деген, ол оған не жатады да? Информацияға генмен келген бүкіл программа. Қанмен деп айтайықшы, қазақшалап айтқанда. ДНК-мен келген бүкіл программа. Ата-анадан келген, отбасыдан келген, әулеттен келген программа. Радиология деген сияқты да. И ата-ананың тәрбиесімен келген программа. Жеке сіздің осы бүгінгі күнге дейін көрген, білген, түйген тұжырымдарыңыз, солардың бәрі программа болып есептелінеді. Сосын сол дүниеге келген осы күннің арасындағы сізге социум әсер етті да. Социум деген сөз сіздің жаңағы көрші көлең, дос жаран, мектеп,
жұмыс, коллектив, барлық айналаңыздағы адамдардың сізге әсері, олардың берген тәрбиесі деп айтайын да, влиять етті, сізге әсер етті. Соның барлығы тоже түпсанада, барлығы. Енді смотрите, мәдениет, культура. Вообще, әр елдің өзінің мәдениеті болады да, культурасы. Ел бізді тоже тәрбиелейді деп айтайық да. Сол қай жерде, соған байланысты. Елің қай жер, қалаң қай жер, смотря қандай үйде тұрдың, қандай ауылда тұрдың, или қандай қалада тұрдың, соған да байланысты. Соның барлығын қосып келген кезде, бүкіл сол информацияның барлығы сізде түпсаналы бөлігіңізде. Сол жердегі жиналған информацияның сіздер призмасымен өмір сүресіздер да. И әр адамның ішінде қандай программа жиналды, ол уже индивидуально, да. Индивидуально, но если біз просто біздің елімізді алатын болсақ, онда бізде примерно бірыңғаймыз біздер. Себебі почему? Потому что бізде социум, айналамыздағы адам кішкене бірдей, культура, мәдениетіміз бірдей, тәрбие үйдегі кішкене бірдей. Но все равно біз кішкене отличаемся, конечно, но в основном солай. Но бізбен Таиланд еліндегі адамдарды алсақ, бізбен там Европаның еліндегі адам, Американы алатын болсақ, әрине біздер жер мен көктей кішкене басқаша боламыз. Неге? Себебі барлығы түпсаналы біздің жиналған информация соған байланысты. Енді каждый жағы программа қалай жиналатын айттым. Оған қоса түпсанада не бар, да? Түпсана деген архив деп айтады ғой, енді мұра деп, андай түпсанада еще эмоциональный біздегі нелер бар, воспоминаниялар, да? Эмоциональный боль, если какая-то травма болса, да, если жаңағыдай открытый гештальт деп айтайын, тоже, да, істелінбеген, сүрілмеген эмоциялар деп айтайыншы, қазақшалап, сүрілмеген эмоциялар, да, кезінде бір жағдай болды, соны сіздер бүйтіп ауыр болды, кезінде оны сүріп шығуға, сондықтан сіз оны алдыңызда, потом деген сияқты, кейінге сырып, арғарата, тығып деген сияқты жинақ қойдыңыз. Сондай сүрілмеген, открытый гештальт, сүрілмеген эмоциялар. Ол эмоцияның түрі көп, білесіздер, да? Қандай эмоциялар примерно бізге мәлім. Бүгінгі күні бізге біз деген кәдімгідей күштіміз, реніш деген эмоция, өкпе деген эмоция, жек көру деген эмоция, оскорбление, унижение кезінде соны сүре алмай қалған, да? Сондай, ол да эмоция іштегі. Печаль, грусть, сожаление, өкініш, эмоция, өз-өзін кінәлаусы эмоция. Сондай тығылып қалған барлығы түпсаналы бөлігімізде. Бір адамда ондай эмоциялар аз, бір адамда ондай эмоциялар көп, бір адамда реніш эмоциясы көп, қорқыныш эмоциясы жоқ, бір адамда қорқыныш эмоциясы көп, реніш аз деген сияқты. Сондықтан біз қай жерден де айта берсек, біз бәріміз бірдейміз, конечно, система бойынша, но кім қандай жиынтық жинады, сол басқаша, да? Сол жерімізбен ғана біздер отличаемся. Енді түпсана деген осы. Түсінікті ғой, да? Түсінікті десе, түсінікті деп сөйтіп жазып қойыңыздар, плюс деп активно болып отырыңыздар. Енді тез айтып жатқан жоқпын, нормально ғой, да? Так, еще тағы не айту керек бұл жерде, айтпай кетпейін. Түпсана деген не? Хорошо, түсінікті кеттік. Келесі, түпсана өмірімізге қалай әсер етеді? Түпсана өмірімізге жаңағы, енді смотрите, осы жиналған түпсаналық бөлігімізде бүкіл осы жиынтық информация, эмоцияның ішіндегі неше түрлі өзінің бөлініп жатыр, там травмалар, ашылып қалған, сүрілмеген, одан кейін убеждение установкалеріміз жаңағыдай, соның барлық тізіліп тұр. Енді соған байланысты сіз мына өмірге солардың
ықпалымен өмір сүресіз. Жаңа айтып кеткендей, түп саналы бөлігіміз біздің саналы өмірімізді басқарады. Да? Біздің дәл қазір мына адаммен қалай сөйлесеміз, ана адамға қалай жауап береміз, мынадай жағдайға қандай реакция жасаймыз, күндегі әдет қылығымыз қандай болады, не істейміз, соның барлығы уже түп саналы программаның сол басқарып отырады. И соған байланысты бәрі. И біздің жаңа бейсаналы автоматты түрде деген нәрсе сондан болады. Сол басқарады өмірімізде, сол істеп отыр барлығын. Сонда біздің неміз, қазір енді түп сананы біз түсініп алдық қой не екенін. Енді сол қазіргі үйреншікті күнделікті өмірімізді бір как-то өзгерткіміз келсе, неше түрлі сферамыз бар да. Карьера сферасы, предназначение, қарым-қатынас сферасы, денсаулық сферасы, ақша сферасы деп бөлетін болсақ, сол сфералардың кейбір адамның көңілі тоқ болса, барлық жерде, онда, значит, түп саналы жағындағы ішкі әлеміндегі жиналған программалардың бәрі лайық, соған соответственно, соған лайықты. Сондай күшті, сүйкімді, көңілі тоқ, гармонияда бәр состояниесі ровно күшті. Но если жаңағыда егерде сізде бір какой-то сфераңыз кәдімгідей көңіліңізден шықпай тұрса, қандай іс-әрекет саналы түрде тырысып бір нәрсе істесеңіз де бір жерде тіреліп қалған сияқты болып, көңіліңіз все-таки немесе бәрі жақсы, кіріс бәрі бар, бірақ сіз соны 3 есе көтергіңіз келеді, бірақ білмейсіз да, неліктен сондай іс-әрекет жасасаңыз да келмей жатқанында. Оның барлығында опять айтамын да, түп саналы бөлігіңіздегі жиналған неге байланысты. Программа информацияға байланысты да, сол перде арқылы сіз өмір сүресіз. Сол перде арқылы ақшаға да қарайсыз. Сол жаңағы перде дегенім информация. Ақша деген андай, мындай, сондай, пондай. Сол ботты жазып алдыңыз өзіңіз кезінде, и сол арқылы қарайсыз сіз. Ақшаға да сөйтіп қарайсыз, сол пердемен. Неге де қарайсыз, отношенияға да, денсаулыққа да сөйтіп қарайсыз. Сондықтан түп сана тікелей біздің өмірімізге қатты әсер етеді. Былайша айтқанда 97% әсер етеді. Почему? Потому что сөйтіп жазылған түп саналы бөлік 97% күші бар, маңыздылығы сонша. И 3% это просто біздің бер жақтағы санамыз. Да? Бер жақтағы бір тырысып бағатымыз, сыртқы жағымыз дейікші. Енді қараңыз, саналы түрде біздер бір нәрсе қалаймыз, түп саналы түрде бір нәрсе қалаймыз, түп саналы түрде өзінің жаңағы осы темаға, осы тақырыпқа байланысты өзінің бір түйген информациясы бар. Ол соның бәрін шығарады, мына қалап тұрған нәрсеге теңдік беріп, келісіп, бәрі жақсы болса, ешқандай мына опасность болмаса, қарсы ештеңе болмаса, зиян ештеңесі болмаса, құптайды, сонан болады бәрі. Ішпен сыртыңыз теңеседі. Ішпен сыртыңыз теңессе, значит, все нормально. Бәрі жолыңыз болып, бәрі орындала бастайды деген сияқты ғой. Енді қараңыз. Келесі. Так. Программаларды қалай тауып шығарамыз? Енді смотрите. Түп саналы информацияға қалай қол жеткізуге болады, да? Психолог арқылы, терапия арқылы, проработка арқылы жасауға болады. Сосын денемен байланыс, түп санамен байланыс, сөйлесу, медитация, барлық, в общем, техникалардың барлығы біздің сол түп саналы бөлігімізге байланысқа шығуға көмек береді. Енді оны алып алғаннан кейін де, үйреніп алғаннан кейін де денемен жауап береді деген, оның бәрінің оқуы бар. Оның бәріне көңіл бөліп үйрену керек. Жауабын алып үйреніп алғаннан кейін не болады да? Онда сіз оп-оңай өзіңіздің жеке түп саналық бөлігіңіздегі бүкіл кедергі программаларды оңай шығаратын жағдайға жетесіз. Я? Смотрите, мен бір мысалды келтіргім келіп тұр. Например, түп санаға жазылған кезде программалар эмоция көтерілген кезде тез жазылады. Да? Тез жазылады. Эмоция жоқ болса, оны зубрить етіп жаттау керек.
қайта ана есеп көбейту кестесі ұқсатып, эмоция жоқ, просто жаттай бересің, тарсылдатып айтып ақыр сосын сол жаққа лақтырасың да. Ол 21 күн керек, оған 45 күн керек, оған 90 күн керек, смотря что вы зубрите. Но если эмоция көтерілсе, любой эмоция көтерілсе, қатты, сол кезде моментально жазылады. Да, моментально жазылады. Енді қараңыз. Ондай эмоциялардың күшті болса, постоянно қуана беретін эмоциясы болса, онда сіз жақсы программалар жаздыңыз деп айтуға болады да. Егер сізде эмоция постоянно кішкене негативті сондай болатын болса, онда сізде сондай темада жазылады программада. Посмотрите, мысал, келіншек досы болады, болған оқиға, 90-шы жылдары болған оқиға, бизнеспен айналысады, ақшалары көп, баратта жаңағы ол кезде көбісінде жоқ, көбісінде бар, сондай ғой, біртүрлі заман. И получается, жаңағы досы келіншектің новый машина алады, ана машинаны алып келіп мақтанып көрсетеді. Сосын сол күні түні сол жігітті атып тастап, жаңағы өлтіріп, машинасын айдап кетеді. Сонда бұл ана келіншек досының сөйтіп сондай жағдайға түсіп қалған, көрген кезде, естіген кезде, білген кезде, көзі жеткен кезде эмоциясы көтеріледі. Да, ол қандай эмоция? Қайғы, опасность, печаль, грусть, анау мынау барлық, да, барлық коктейль. Сонда көтерілген кезде сол ойлаған ойының бәрі күш жазылады да. Ақша болса арлап кетеді, өлтіріп кетеді, машинаң болса бүйтеді, сөйтеді, анау мынау алмау керек, көрсетпеу керек, болмау керек. Жаңағы досымнан әліп қалдым, досым болмайды. Сосын опасно иметь богатых друзей. Примерно, да? Болды. Соны бір-екі күн ол ойлады, жаңағыдай эмоциямен жүріп алды, қайғырды, жылады, үйтті, все, кетті. Өтіп кетті уақыты. Но 15 жылдан кейін жаңағы әйел бұрын жақсы жағдайда, наоборот, елдер енді көтеріліп жақсы болып жатқанда, бұл кісі, наоборот, жылдан жылға не істей береді? Ақшасыз қала береді да, ақшасыз қала береді. Неге? Себебі түп санаға информация жазылды, жаңағы программа. Мынаны, мысалға, мен енді сондай қайғырмас үшін, қорықпас үшін, стресске түспес үшін, мен ақшаны жолатпаймын өміріме. Вообще алып тастаймын деген тұжырым орнатылады. Тұжырым деген сөз, егер де онда сондай болады. Если будет, то будет так деген убеждениенің тіркесі сондай, да, установканың тіркесі сондай. Сосын айтады, ақша болса бетеді, ақша болса өлтіріп кетеді, ақшалы достар керек емес, опасно, машина вообще керек емес, сені атып кетеді, онда үйтеді, бүйтеді. Болды. 15 жылдан кейін барып, жаңағы кісі барып, міне саналы түрде хочет, машинаны уже, ақшаны еселегісі келеді. Как мы обычно делаем, да, бір мақсатты қоямыз, күштілеп тұрып, оны план жазамыз, оны қайтып ойлаймыз, армандаймыз. Бірақ егер де сізде кезінде жаңағыдай жазылып қалған заттар болатын болса, онда сізді түп сана басқарып отыр. Сіздің 3% саналы бөлігіңіздің күші жетпейді оған. Бұл решать етеді, да, түп сана решать етеді. Жоқ, бермеймін, бер. Хочу машину, ақша, шөлет көрсеткім келеді, үлкейткім келеді, еселегім келеді, ақша, машина. Жоқ, бермеймін, все. Ол жерде күрес, сонда ішкі конфликт дейді, внутренний конфликт появляется, я. Ішкі конфликт деген сөз, мына екеуі келіспеуде, да, саналы түрде, хочу, бұл вообще неге екен, неліктен екен, неден қорқып тұрмын, не болады сонда, что мне там не нравится, чего я опасаюсь деген сияқты дым сұрақ қоймайды. Хочу, болды, бітті. Істеп жатырмын ғой, мен қазір бәрін қырам, жоям, 3%. Мына жақта 97%. Бұл жақта бәрі документировано. Бәріне по факту ответі бар да, барлығы мөрленіп басылған. Сондықтан бұл жоқ дейді ма? Жоқ. Сонда мына жерде стресс пайда болады. Стресс үйде күйзеліс деп аталады да. Сонда нервный напряжение, нервный срыв, тревога, тағы бір нәрсе, сонда кортизол көбейеді, денеде гормондар быт-шыт болады, денсаулық қисаяды. Почему? Потому что уже психосоматика. На фоне психики из-за внутренних конфликтов рождается стресс,
бітті, бәрі қирайды. Сосын гормон кортизол деген сөз, ол именно денсаулыққа әсер етеді. Сонда сіз ойлайсыз, вроде жүрсіз, қалайсыз, а потом апатия, энергия жоқ, там шашыңыз түседі, бетіңіз мыжыраяды, аузыңыз салып кеткен, үстіңіздің бәрі бит кеткен. Почему? Потому что мына күресті сіз тоқтатуды түсінбей жүрсіз, да? Просто мына күресті саналы түрде мен түпсаналы түрде күреспеу керек. Түпсанамен күресу бесполезно. Сондықтан оны ұта алмаймыз. Сосын түпсана, лучше түпсанаға сана кішкене болсын білім алып, бүйту керек, байланысқа шығайын, білейін. Например, енді қараңыз, установканың дәл қазір техникасын берейін. Установканы, мен көп сөйлеп жатырмын, тездетіп айту керек. Так, установка табу техникасы, да. Дәл қазір сізге пайдалы болсын деп блокнотты ашасыз, да, сосын қалағаныңыз жазасыз. Например, кіріс менде осындай ақша, мен оны 3 есеге көбейткім келеді, да. 3 есеге көбейтесіз. Сосын айтасыз, осы менде бар болса, не болады жаман. То есть, вау, күшті болады, армандап, өзіңіз визуализация жасап өйтпей қойыңыз. Сіз нақты сұрақ қоясыз. Неліктен мен осыны өзімнің өміріме бермей тұрмын? Не болады? 3 есе көбейсе, ақша көбейіп кетсе не болады? И келген жауапты, уже жаңағыдай байланысты үйреніп алғаннан кейін, келген жауапты жаза бересіз, да? Келген жауапты жаза бересіз. Жұмыс көбейеді, анау бүйтеді, сөйтеді, анау күрсінеді, мынау қайғырады, мен қайғырам, олған қиын болады, маған қиын болады, айналам бүйтеді, мынау қисаяды, анау қуанады, мынау деген қызғанады, анау деген бүйтеді. То есть сондай бір болмайтын заттар шығады, оның барлығы жаңағы сіздің түпсанаңыздан келіп тұрған зат, сондай сияқтан келіп тұр желдің бәрі. Түсінікті ме? Қарызды жабу керек. Неге жаппай жатырмын? Сначала сұрайсыз, вообще кредитті не үшін алдыңыз? Например, бізге актуальная тема, это всегда ақша, да? Кредитті қандай себеппен алдыңыз кезінде? Бір нәрсе сатып алуға ма, соткаға ма, үйге ма, квартираға ма, машинаға ма? Тойға ма? Біреудің бір нәрсесін көзін бүйтіп жіберу үшін деген сияқты, да? Но қалмас үшін, самооценка ма, ол не, ол соның барлығын. Сонда бірінші оның түбін қазып аласыз, себебін. Сонда алмасаңыз деп. Ал неге сол сіздің қалауыңызға келмеді ақша? Неге келмей жатыр сол қалауыңызға? Тойға болсын, машинаға болсын, квартираға болсын, неге келмей жатыр, да? Соны тағы да келсе не болады, да? Болмаса не болады? Алмасам не болады? Той жасай алмасам не болады? Сосын жаңағыдай сіздің қорқыныш эмоцияларыңыз ба, травма эмоцияларыңыз ба, оскорбление эмоция ма, самооценкаңыз ба, барлығы жауаптан шыға береді. Каждый шыққан жауабыңыз ол уже установка саналады. Сондықтан установканы шығару негізі үйренесіз осындай сұрақтармен. Бірақ мен үшін бұл оңай, а вот ары қарата жұмыс жасау ол уже басқаша кішкене техникалар ше. Ары қарата уже шығарып алғаннан кейін практиканы жалғастыру керек болады. Так, 37 минут кетті ма? Менің практикамдағы ең есте қалған нәтижелер. Осындай, например, келеді адамдар, жеке кездесуде, менің өзім тәжірибемді обязательно результат айтамын дедім ғой. Например, келді адамдар, неше түрлі, көбіне ақшалай болды, денсаулықтан болды. Соны осы система, механизмді дұрыстап адамға түсіндіріп болғаннан кейін, ол все, уже осознание, это уже 50% нәтиже, да, осознание, хабардар болу, білмеппін, енді білдім деген сияқты инсайтқа қасыз ғой. Сондай нәрсе, ол уже 50% нәтиже, да. Соны айтып механизм түсінгеннен кейін, ал уже практикаға кірісіп, қандай нәтижелер болды? Ең яркий нәтижелер, есте қалған нәтижелер, ол жүктілік болды, менің өзімнің тәжірибемде, да. Сонда қараңыздар, жүктілікке де, балаға, отбасы құру, тұрмыс, шаңырақ деген сияқты сондай нәрселерге проблемалар, блоктар болды, да, жаңағы мен жұмыс жасаған келіншектерде. Сосын денсаулықтан болды, біреу 4 жыл көтере алмай жүр, біреу 6 жыл көтере алмай жүр, көтерді бір айдың ішінде. Получается, денсаулықтары бәрі жақсы, ешқандай мін жоқ,
вроде бы все нормально, болу керек, күтет, болмайды. Уже понятно, да, что там уже блок психикада дене рұқсат бермей тұр. Дене дегеніміз ол түпсана. Түсінікті ма? Содан кейін ең есте қаларлықтай менде мынадай болды. 6 айдың ішінде 15 есе ақша көбейтті. 90 мың табатын адам 6 айдың ішінде түпсанасымен тоқтамай жұмыс жасап, тоқтамай қайта жазды, тоқтамай проработка жасады. В общем, түпсаналы бөлігін, ақша деген теманы тазартты. Сол жаңа соқыр қылып тұрған, көрсетпей тұрған мутный перделерінің бәрін, өтірік, иллюзия, барлық программалардың бәрін жойды, алып тастады. Сол кезде ол кісіде 1 400 000-ге дейін көтерілді. 90 мыңнан 1 400 000-ге дейін 6 айдың ішінде көтерілді. И потом нормада қалды, стабильно, ары-қарата өсуде. Сол менің есімде қалғаны, ақшадан вообще негізінде өте көп результат. В основном менің өткізген разборларымның көбі негізі ақшалай не болды. Результаттар, ақша ең оңай келетін результатта. И қарыз жабу, карьерадан неше түрлі жетістіктерге жету, өзімнің де нәтижелерім өте көп. Сосын баланың аллергиясы ауруы деген денсаулыққа байланысты. Зобтан жақсарды, тұттыққан адам, өмір бойы тұттыққан адам емделіп кетті. Например, тоже кезінде қалған травманы қалай полностью бітірдік, сразу солай жақсы сөйлейтін болып кетті. Баланың аллергиясы дегенде бұл бала есімде қалғаны, не істеді, кола іше алмайды, вообще сладкий жей алмайтын болды. Сөйтіп сладкий жей алмайтын болды, коланы іше алмайтын болды, вообще көп нәрсені жей алмайтын болды. Сонда мамасымен жұмыс жасадық, бала 13 жасқа дейін ата-анасына қатты бағынышты. Сол ата-анасымен, в частности, мамасымен жұмыс жасаған кезде құтылды деп айтайын да. Енді қараңыздар, сіздің де осылай түпсанамен жұмыс жасап нәтиже алғыңыз келсе, мен сізге ұсынысымды қазір барлығын айтып түсіндірем да. Қандай мен сізге қалай пайдалы бола аламын? Қараңыздар, менде жабық парақша бар. Жабық парақша бар. Сосын отзыв, тағы да результаттарды білгіңіз келсе, достар, бізде мына төменде менде актуальный деген жерде стористарда отзыв, сұрақ жауап деген разбордың нәтижесі дегендердің барлығында қойылған, соларды қарап шығуыңызға болады. Немесе YouTube каналым бар, сояқтан да қарауыңызға болады. Смотрите, жабық парақшада менде бөлек дайындап қойған бүкіл білімім бар да. Сол жерде записте, сол жерде уақыт шектеусіз бәрін отырып үйренуіңізге болады. Сосын жеке жаңа разборым бар. 1 ай бойы бір адаммен жеке жұмыс жасаймын. Бірге проработка жасаймын, бірге солардың талдаймыз, бірге өшіреміз деген сияқты сеанстарда 4 сеанс апта сайын сағаттап жасаймыз. Одан кейін менде офлайн кездесу бар. Бұрын сондай жоқ еді, қазір көбіне онлайн разборда 1 айлық жұмыс жасағаннан кейін менімен Алматыдағы адамдар қатты сұрайтын, мен сізбен кездескім келеді. Уже адам үйренді, уже біз білеміз бір-біріміздің тілімізді, и не айтып, не қойып тез-тез проработканы итке бүйтіп тірілей көріп отырып істегім келеді деген сияқты ұсыныстар болғасын, мен офлайн кездесуді тағы да шығарып, бұны да бір неге услугама, ұсынысыма қосып қояйын деп ойлап отырмын да. Оған дейін де былай неформально жасағам 5 адамға сөйтіп эксперименттерді 1 адамды қылтып 2 сағаттан кездесіп практикалады. Әбден ана сабақтарды өтіп, менің жаңа жабық парақшамдағы сабақтарды өтіп, денесімен байланыс жасап, түпсанамен жауаптарды алып үйреніп алған адамдар офлайнға келсе болады. Так, енді дайындақ болған нелерім. Бонус жоқ, бірінші мен айтып алайын да. Мына жерде скриндеп алуыңызға болады да. Түпсаналық жаңағы түпсанамен байланыс жабық парақшада не үйрене аласыз да, не алам мен одан деген сұрақ қой ең бірінші.
Уақыт шектеусіз, қалаған уақытыңызбен отыра бересіз да, ешкім сізді ол жерде қумайды. Сұрақтарыңызды комментарийға тастап алып үйреніп отырасыз. Түпсанамен байланысқа шығасыз, дене арқылы жауапты алып үйренесіз. Түпсанамен проработканы жасап үйренесіз. Это бәрі самостоятельно. Жаңағы установка тұжырымдарды қайта жазу процесі. Сосын регресс деген состояниеға қалай түсу керек та. Бұрын соңды болған өкпе, наз, жаңағыдай реніш, қорқыныш деген травма, неше түрлі эмоциялық жағдайларыңыздың барлығын как можно проработать, соның барлығын істеуіңізге болады да. Сол жерде үйрене аласыз, сұрақ болса қоя аласыз. Ересек позициясында қайтып өмір сүресіз, родология, сепарация, рольдерді қайтып ойнау керек, ата-анамен қалай қарым-қатынас жақсартасыз, жолдасыңызбен, өмірлік жарыңызбен, семьяда баламен, сол керек нәрсенің барлығы, жаңа мен атап кеткен оқулардың барлығының сығындысы, өзімнің тіліммен қарапайым түрде үйреткен запистер. Келесі бір айлықта тағы да толықтай тоқтап кетейін. Жеке кездесу, онлайн консультация 4 сеанс деп айттым, 1 сағаттан болады, 1 рет апта сайын. Аптада кездесеміз, проработка жасаймыз, келесіге сіз тапсырмалар аласыз, 1 апта бойы сұрақтарыңыз болса жасап отырасыз, кейін жаңа новый нейронный байланыс, новый нәтиже бәрі сіңіп келгеннен кейін барып, ауыр болып кетпес үшін келесі апта тағы да жайлап жалғастырамыз да. Сондай терапия бар, 1 айлық. Мен құндарын айтып отырмын, ода айтпадым. Жабық парақшаға кіру 50 000 теңге, жеке 1 айлық разбор 60 000 теңге и офлайн кездесу 80 000 теңге. Скриндеп алуларыңызға болады, если керек болса, ұмытпай. Офлайн кездесу да, Алматы қаласында болсаңыз ғана, 2 сағат болады, міндетті түрде уже сіз байланыста болу керексіз. Түпсанамен, денеңізбен жауапты, денеңізбен байланысыңыз нақты, кәдімгідей жақсы үйреншікті болу керек та. Сол кезде біз спокойно келіп, сразу проработканы бастап кететіндей, көп уақытымызды теорияға кетірмейтіндей. Келесі, енді подаркілерге, да, подарка бонусым сіздерге жаңалық ретінде мынадайды айтқым келеді. Бүгінгі күннен бастап ноябрь айының соңына дейін осы бонустарды мен сізге бергім келеді. Например, қазір жабық парақшаға доступ алсаңыз 50 000 теңгеге, онда 1 сағаттық менің разборым онлайн сізге тегін беріледі. Түсінікті ғой, да? И кімде жаңағыдай мына жерде сұрақтар бар, менеджерім бар, соған жазыңыз. Номерлерін скриндесеңіз, осыны номер жазып алыңыз, и сол кісі сізге көмектеседі. Кімге рассрочка керек, жаңағыдай комиссиясыз 3 айға бөліп төлегіңіз келсе, менде Каспирет бар, себебі көбісі сұрайды Каспиретті, сондықтан мен Каспиретті салып қойдым бұл жерге, көбісі сұрайтын болғасын. Келесі бонус, қараңыздар. Келесі бонус, 1 айлық жеке разбор алсаңыз, да, сатып алсаңыз ол 60 000 теңге, мен подаркіге сізге 1 офлайн кездесу берем, или немесе 2 сағаттық тағы разбор қосам. Сонда сіз 4 сеансты сатып алсаңыз, 2 сеанс подарка. Болмаса, қаласаңыз 1 офлайн кездесу болады, да, Алматыда болсаңыз. Түсінікті, да? Тоже рассрочка, тоже 60 000 и менеджердің несі. Скриндеп алуыңызға болады. Бұрын соңды бұндай бонустар мен бермегенмін. Келесі бонусымыз біздің офлайн кездесу алсаңыз, 2 сағаттықта 80 000 теңге. Бірақ осыған мен 3 терапия, 3 сеанс берем. Тегін. Онлайн, оны біз жалғастырамыз. 1 офлайннан кейін 3 рет, почти 1 ай ғой, еще 3 рет жасаймыз проработканы, и почти 1 ай сізбен қарым-қатынаста отырамыз, да. Кімге менің бонустарым ұнап жатыр, неше түрлі реакцияларды беріп жіберіңіздер. И мен сіздерге қазір 10 минуттай қалыпты, мен записті не істегім келіп тұр, да, сақтағым келіп тұр.
өткізіп алмайын, достар. Мен деген көп сөйлеп кетем, кейде сол үшін асығып отырмын да. Мен деген записті сақтап қою керекпін. Так, сұрақтарыңыз. Так, мен не айттым? Сосын айтпақшы, қазір мен ойнатпайын ба? Тегін парақшаға доступты ойнатам. Тегін жаңағы сабағыма тегін кіру доступын ойнатам да. Сосын 1 айлық разборымды ойнатам. Тегін берем қазір да. Сіздердің араларында қазір соны ойнатамын. Сонда мен сізге бір құпия сөз айтам. Сол құпия сөздің естіген бойда бір іс-әрекеттер істеу керек болады. Соны жылдам кім бірінші істейді, сол кісіге мен ең бірінші жазғанға не берем? Доступ берем сабаққа, ал екінші болып жазғанға мен не берем? Разбор берем 1 айлық. Хорошо? Кімге қалай бұйырады, солай болады. Сол маған да ұнап отыр. Енді не айтқым келді? Давайте мен сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Где-то бір 10 минут бар екен. Болды ма мына жерде сұрақтар? Иншалла, мен диплом алатын, дипломированный специалист болғым келеді. Сол тілектеріңізге рахмет. Соны мен өзімде тілеп жүрмін, оқып жатырмын. Рахмет. Саламатсыз ба? Да. Плюс. Жақсы. Сұрақ көріп тұрған жоқпын. Түсінікті. Саналы түрде ғана көңіл бөлеміз. Санаға көңіл бөлу керек. Эфирді сақтаймын. Сұрақтарыңыз бар болса жазыңыздар. Жабық парақшадағы адамдарға жабық парақшада өткізем бонустарды, оны сіздерге бөлек айтам да, бұл жерде емес. Ояқта да күшті сыйлықтар дайындап қойдым. Күшті болады. Түсінікті. Сыйлықтар күшті екен дейді. Рахмет, разборыңыз күшті дейді. Өте жақсы түсіндіресіз. Парақшада керемет сабақтар дейді. Қатысыңыздар дейді. Сіздер шақырып жатыр. Рахмет. Тауып болып, кейін установкаға қалай өтсек болады. Бір установканы тауып болып, кейінгі установкаға қалай өтсек болады. Сізге бұлай істеу керек. Например, жаңа блокнотты аласыз дедім ғой. Блокнотты аласыз да, бір жаңаға қоясыз мақсатыңызды. Егер де осы жақында бір кісі келді, сахнаға шығып көріну керек. Запрос сондай болды да. Мен сахнаға шыға алмаймын. Негізі менің өнерлік творческий адаммын. Операға барып жүр, былайша айтқанда да, бірақ все равно мен халықты көрмесем жақсы, бәрін керемет істеймін. Бірақ халықты көрсем болды, менде бір нәрсе басталады. То есть қараңыз, егер де сахнаға шығу запросы қалағаны сахнаға шығу болса, значит, істей алмай тұрса, онда уже подсознательно бір нәрседен оның түпсаналы жағы қорғап тұрды. Ол алады да, блокнотты ашады да жазады. Не болады? Шықсам, что меня смущает деген сұрақ бар ғой. Маған бұл жағдайда не ұнамай тұр? Арманым орындалса, осы қалағаным, желанием орындалса, не болады, не жаман болады, неге маған ұнамайды? Сосын, кім қиналады, кім қиналмайды? Сахнаға шықсам, кім қиналады? Сахнаға шықпасам, кім қиналады? Сахнаға шықсам, кім қиналмайды? Сахнаға шықпасам, кім қиналады? Көрдіңіз бе? Андай, сіз санасыз ғой, все-таки сіз хитро жұмыс жасай аласыз да. Сізде негізі амал, тәсіл, айла көп. Сондықтан сұрақты сөйтіп қою керек та. Например, сол кезде жауаптарыңыз толып шығады, отырасыз, байланысты еще үйреніп алсаңыз, денемен байланысты үйренген деген сөз, түпсана сізге жан-жақты жауап бере бастайды да. Түспен де, оқиғамен де, бейнемен де, көзді жұмған кезде есіңізге түседі, картина келеді, сезімді жібереді, эмоцияңыз көтеріледі, дым ойламай отқан жеріңізден күтпеген эмоцияны жібереді. Ойланып сұрап отырсыз ғой, енді не болады деген сияқты.
Сосын елестетіп қараған кезде не ұнамай тұр жаныңызға, соның барлығын суреттеп жаза бересіз. Бір установканы таптыңыз ба, осыны алып істейін деп кетіп қалмаңыз. Бірінші түгелдей не шығып жатыр, соның барлығын жазып шығу керек. Сондықтан бір установканы қазір бітіріп аламын, так деп кетіп қалмаңыз. Жаңағы жерден полностью шығарып алыңыз. Никогда бір жағдайдан, бір запростан бір ғана установка шығып қоя қоймайды. Бірнеше 13, 7 установка сөйтіп шығады. Бір шыққанда сразу сөйтіп шығады. Сондықтан бір штуктап жүрмеңіздер. Так, все. Мынау не? Анамның бір жері ауырса, 2-3 айдан кейін сепарация. Иә, оны еще нақты сұрақтар қою керек та. Содан кейін анаңыз ауырса, сіз де ауырасыз, сіз де бөлісіп, сөйтіп жүресіз да, бір нәрсені, оны деп алып жартысын. Иә, ол байланысқа байланысты. Сепарация істелу керек. Иерархия бойынша жаңағыдай бәрін реттеп қою керек. Қараңыздар, құпия сөз. Да, дайынсыздар ма? Мен уже сақтап қоя берейін да. Құпия сөз, внимание. Внимание. Құпия сөз. Өмір менің айнам деген сөзді директке кім маған бірінші жазады, соны жаңағы сыйлықтармен награждать етемін. Сосын кім екінші жазады сол сөзді, қайталамаймын. Соны мен бір айлық разбормен тегін сыйлаймын. Хорошо? Бәрін естідіңдер деп ойлаймын. Давайте, директке жазыңыздар, көреміз. Көңілдеріңізге рахмет, барлығыңызға рахмет. И мен мына эфирді сақтап қояйын. Рахмет, жүректеріңізге рахмет. Аға, сұрақтарыңызға сильная голова қалай отключить етуге болады? Қорқынышта бардан біз кетірген жұмыс шығып тұрсаста. Мен қазір сізге жауап беремін, Мехрибан, хорошо? Жеке директке жаза саламын сізге. Бәріңізге бәрі кетіп қалды ғой. Жақсы.